Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бізде бүгін жаңа тақырыпты жазып алғанбыз. Күнді бәрін. Так. Жалпы Англия және Қытай үкіметтерінің қағаз алысуынан империализм туралы не біле аламыз? Бүгінгі күнді тақырыпты жазып алыңыздар. Так, 19 ғасырда Англия Азияға ықпалын күшейте бастайды және Қытай жартылай отар елге айналады. Хат алмасу империализмді көрсетеді. Империализм дегеніміз не? Жазып аламыз. Күшті мемлекеттердің әлсіз елдерді бағындыру саясаты, яғни өздерінің отары қылдыру саясаты деп айтсақ болады. Нарық пен шикізат үшін күрес. Енді Англияның Қытайға қызығушылығы туралы айтатын болсақ, Қытай ол басқа мемлекеттер үшін үлкен нарықтық мекен болып есептелді. Шай, жібек, фарфор саудасы жақсы дамыды ол жақтарда. Еркін сауда талап етілді. Англия мен Қытай хаттары. Англия талап қояды Қытайларға, ал Қытай өзін жоғары санайды. Империализм белгілері қандай болады? Яғни үстемдіктілік, қысым көрсету, ішкі іске араласу. Қытайдың басты ұстанымы ол императордың билігі және тең қатынасты мойындамады. Салдарынан бізде опиум соғыстары басталады Англия мен Қытай арасында, тең емес келісімдер және жартылай отар елдер. Қорытындылай келе империализмнің айқын көрінісі Қытай тәуелсіздігін. Империализмнің яғни айқын көрінісі бұл жерде Қытайды отарлап алғысы келеді Англия және Қытай тәуелсіздігін жоғалтты. Қысқаша нақты ақпараттарды жазып аламыз. Әзірге осы.